Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Менің бүгінгі сіздерге таныстырғалы отырған әдістемелік нұсқаулығым химия пәнінен оқытудың әдістемелік негіздері. Бұл кітапты мен Даукеева Гүлзат Болатбекқызы және Өтегенова Еркінай екеуміз жазып шықтық. Қызылорда 2025 жыл. Өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамның филиалы Қызылорда облысы бойынша кәсіби даму институтының 2025 жылы 05 наурыздағы сараптау кеңесінде 3-ші хаттамада қаралып, баспаға ұсынылды. Пікірді Ешимова өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамның филиалы Қызылорда облысы бойынша кәсіби даму институтының кафедрасының меңгерушісі берді. Дайындаған Өтегенова Еркінай Қожабергенқызы, Қызылорда облысы Арал ауданының номер 283 орта мектеп химия пәні мұғалімі, және Даукеева Гүлзат Болатбекқызы, Қызылорда облысы Арал ауданы номер 283 орта мектептің химия пәні мұғалімі. Химия пәнінің оқыту әдістемелік негіздері, әдістемелік нұсқаулық, Қызылорда 2025 жылғы әдістемелік кітабымыз 72 беттен тұрады. USB нөмірі 978 5 699 926 1454. Әдістемелік нұсқаулықты дайындаудағы мақсат оқыту үдерісінде оқушыларды жаңашыл әдістемелік білімдер негізімен қаруландырып, оқушылардың оқу танымдық іс-әрекетін жетілдіру, қазіргі қоғамдағы жан-жақты білімді, жоғары мәдениетті, өзгермелі жағдайда өз іс-әрекетін шығармашылықпен ұйымдастыра алатын жеке тұлға дайындауға бағытталған. Әдістемелік нұсқаулық химия пәні мұғалімдеріне арналған. Кіріспе. Химия материалдарын зерттейтін жаратылыстану ғылымдарына жатады. Химиялық заттардың бір-біріне өзгеруін зерттейтін ғылым. Химия заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін, химиялық өзгеріс жағдайын, онда болатын әрекеттерді, оны басқаруға болатын әдістерді зерттейтін ғылым. Бүгінгі таңда білім беру жүйесін түбегейлі жаңаша ойлауға негізделген іргелі реформалар кезінде қадамның басты. Білім беру жүйесінде жасалып жатқан реформалар барлық деңгейлерге, білім мазмұнын жаңартуға және өсудің тұрақты даму кезінде өтуге бағытталған. Қоғамның ақпарат көлемінде барған сайын өсуі білім беру мазмұнын жаңартуды, оқытуды, оңтайлы тәсілдері мен жаңаша оқыту технологиясын енгізуді, дәстүрлі оқыту үдерісі жаңа жағдайға бейімдеп, жинақталған тәжірибенің негізгі білім беру саласын көтеруді талап етеді. Мұндай маңызды міндетті шешу оқу үдерісінде оқушылардың оқу танымдық іс-әрекетін жетілдіруге, оқытуды тиімді ұйымдастыруға, шығармашылықпен жұмыс істеуге бағытталатын жаңашылдыққа тағы басқа байланысты. Қазіргі қоғамда жан-жақты білімді, жоғары мәдениетті, өзгермелі жағдайда өз іс-әрекетін шығармашылықпен ұйымдастыра алатын жеке тұлға дайындау қажет. Әдістемелік нұсқаулығымыздың мазмұны: кіріспе бөлімі, химияны оқыту әдістемесі, ғылым және оқу пән ретінде, химияны оқытудың қазіргі заманғы технологиялары, білім мазмұнын жаңарту аясында химия пәні оқыту бағдарламасының ерекшеліктері, химиялық алғашқы ұғымдар, оттегі, оксидтер, жану реакциясы, сутегі, қышқыл, тұз, Авогадро заңы, газдардың мольдік көлемі және газдардың салыстырмалы тығыздығы, су ерітінділері, негізгі биорганикалық қосылыстардың негізгі кластар арасындағы генетикалық байланыс, Менделеевтің периодтық заңы мен периодтық жүйесі, химиялық байланыс, галогендер, тұз қышқылы, қорытынды және пайдаланған әдебиеттерден тұрады. Негізі нұсқаулығымыз 72 беттен тұрады, және осы тақырыптарда, яғни химияның алғашқы ұғымдарына байланысты оттектер, сутектер, Авогадро заңы, осы тақырыптарға байланысты бізде 3 нұсқадан тұратын тест нұсқаулықтарымыз бар. Мынау бізде пайдаланылған әдебиеттер 545 бұйрықпен Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі міндетін атқарушысы 2017 жылғы 25 қазандағы 545 бұйрығымен бекітілген
негізгі орта білім беру деңгейінде 7-9 сыныптарына арналған химия және пәннен жаңартылған мазмұнда үлгілік оқыту бағдарламалары қарастырылған, ішінде бағдарламасы педагогикалық шеберлік орталығы химия және жаратылыстану пәндері бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасына мұғалімдерге арналған нұсқаулық 2016 жылы, энциклопедиялар педагогические технология 2002 жылы осы кітаптар қарастырылған. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылғы 10 қаңтардағы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқының жолдауы осылар қарастырылған. Осы әдебиеттерде пайдаланылған. Қорыта келе, қазіргі қоғамның маңызды проблемаларының бірі бұл құбылмалы әлеуметтік және экономикалық жағдайда өмір сүріп қана қоймай, болып жатқан құбылыстарға белсенді әсер ете отырып, осыған орай жалпы білім, қоғамдық, гуманитарлық, жаратылыстану, математика бағыттары бойынша бейінді оқыту негізінде жүзеге асады. Мектептің жоғарғы сыныптарында бейінді оқытудың енгізудің қажетті мемлекеттік және қоғамдық тарапынан мектептегі білім беру жүйесіне қойылып отырған талаптардан республиканың әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-мәдени дамуына туындаған заңды құбылыстар болып табылады және оларды оқушылардың білім алу қажеттіліктеріне қанағаттандыру үшін таңдауға жағдайлар туғызуға бағытталған оқу түріне жатады. Білім мазмұнын жаңарту аясында химия пәнін оқыту бағдарламасының ерекшеліктері ашылған. Бағдарлама бойынша орындалуға міндетті практикалық және жаңа білім алып зерттеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретіндей етіп іріктелген. Әдістемелік нұсқаулық химия пәні беретіндей етіп нұсқаулық химия пәнін оқытуды ұйымдастырудың формалары және әдістері туралы айтылады. Оқудың әдістері, тәсілдері, ұғымы, дидактикалық мақсатқа сәйкес оқыту үдерісінде мұғалімнің оқу жұмысы мен оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін жолдарын байланыстыра шешілетін оқу іс-әрекеттері міндеттері бейнеленген. Қорытындылай келе, теориялық білім мен адамзат қызметін әртүрлі салаларының практикалық қолданылуы, органикалық түрде үйлестіру, оқушылардың химиялық эксперименттерді орындай алу дағдысын дамыту, пәндердің маңызды жетістіктерімен және қазіргі заманғы қолданыстарымен таныстыру, оқушылар білімдері және біліктіліктерін, адами іс-әрекеттерін әртүрлі салаларында, сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастарда өмірлік міндеттерді шешу үшін пайдалануға қамтамасыз етеді. Тыңдап, назар аударғандарыңызға көптен көп рахмет. Бұл менің химияны оқытудағы әдістемелік кітабым. Қатысқандарыңызға рахмет.